Достар, біз математикадан 11-ші есебімізді шығарамыз. Шектеусіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысы 128-ге тең, яғни SN 128, яғни S-тің өзі қосындысы. Ал алғашқы 7 мүшесінің қосындысы 127-ге тең. Алғашқы 7 мүшесінің қосындысы 127-ге тең. Геометриялық прогрессияның еселігін табыңыз. Еселік деген Q, Q-ді табу керек. Ал шектеусіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысының формуласы B1 бөлінген 1 алынған Q. Ал 7-ші мүшесі алғашқысын табу үшін B1 көбейтілген Q-дің n дәрежесі алынған 1-е, n бізде 7 болып тұр. Q-дің 7 дәрежесі алынған 1 бөлінген Q алынған 1. Міне, енді осыны былай жасайық. Бізге Q-ді табу керек. Біз мына S-ті бөлеміз, S 7-ге бөлсек. Яғни формуласында қалай болады? B1 1 алынған. Мына жерге минусын шығарып жүріп, Q алынған 1 десек болады. Астында B1 өткен Q-дің 7 дәрежесі алынған 1 бөлінген Q алынған 1. Енді мына жерден қысқарып кетеді. B1 мен B1 қысқарады. Сонда бізде минус 1 минус деп алдын шығарсақ 1, мына жақта Q-дің 7 дәрежесі алынған 1. Осы формула қалады. Бұл тең S бөлінген S7. S деген бізде 128, S7 127. 128 бөлінген 127. Мынаны біз минусты 1 бөлінген 1 алынған Q-дің 7 дәрежесі десек болады. 128 бөлінген 127. Сонда 128 алынған 128 Q 7 дәрежесі тең 127-ге. Ал сонда 1 тең 128 Q-дің 7 дәрежесі. Сонда Q-ді сәл төмендетейін қазір. Q-дің 7 дәрежесі тең 1 бөлінген 128. Q-дің өзі 7 дәрежелі түбірге аламыз. 1 бөлінген 128-ді. Сонда 2-ның 5 дәрежесі 32, 6 дәрежесі 64, 7 дәрежесі 128, яғни 2-ның 7 дәрежесі бөлінген 1, осы 7 дәрежесі, яғни 2-ден 1-дің бұл 7 дәрежесі болды. Бізде жауап 2-ден 1 шығады. Сонда еселігіміз біздің 2-ден 1-ге тең. Жауабын көреміз. Е жауабы болады.